Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін екінші сабақты бастаймыз. Палеолит дәуірінің аяқталуынан кейін басталатын мезолит дәуірі, орта тас дәуірі біздің заманымызға дейінгі 12-5 мыңжылдықтарды қамтыды. Бұл тас дәуірінің екінші кезеңі болып табылады. Еске түсірейік, өткен сабақта біз палеолит, яғни ежелгі тас дәуірін өттік. Біздің заманымызға дейінгі 2,5 миллион 12 мыңжылдықтарды қамтиды. Одан кейінгі бүгін өтетін екі кезең ол мезолит, орта тас дәуірі және неолит, жаңа тас дәуірі. Орта тас дәуірі мезолиттің қандай ерекшеліктері бар? Мезолит кезінде мұз дәуірі аяқтала бастады. 13 мың жыл бұрын мұздардың еруімен үлкен ірі климаттық өзгеріс басталды. Әлемде жаппай жылымық басталды. Мұздардың еруінен кейін қазіргі өсімдіктер және жануарлар әлемі толығымен қалыптаса бастады. 10 мың жыл бұрын егіншілік қалыптасты, адамдар бірте-бірте терімшіліктен егіншілікке өте бастады. Өйткені азық қорының тапшылығы олардың егіншілікке өтуіне ықпал етті. Аңшылық негізгі кәсіп болғандықтан садақ пен жебе дамыды. Сөйтіп адамдар ұсақ жаңқатастар микролиттерден 1-2 сантиметрлік жебенің ұштарын жасай бастады. Сөйтіп жеке-жеке аңшылықпен айналысуға көшті. Алайда аңшылықтың салдарынан сол кездегі ірі сүтқоректілер мамонттар жойылып кетті. Енді мезолиттің тұрақтарына өтейік. Қазақстан жерінде мезолиттің тұрақтарының табылған саны 20-ға жуық. Аңдар мен адамдардың жиі орын ауыстыруына байланысты ол тұрақтардың саны өте аз. Өйткені аңшылықпен айналысқан адамдар көбіне аңдардың соңынан еріп отырды, ал аңдар өз кезегінде өздеріне қорек іздеп отырған. Сөйтіп, мұздықтар еруіне байланысты көші-қон процесі ұлғайып, адамдар мен аңдардың миграциясы көбейе түсті. Сол себепті 20-ға жуық қана тұрақ табылды. Егер де палеолитте, яғни ежелгі тас дәуірінде оңтүстік Қазақстанда тұрақтар көп табылса, бұл жолы солтүстік пен орталық Қазақстанда тұрақтар көп табылды. Солтүстік Қазақстандағы негізгі тұрақтар Мичурин, Боголюбов, Явленка тұрақтары. Ал басқалары Тельман, Әкімбек, Дүзбай және Виноградовка тұрақтары. Осы тұрақтар негізінен мезолитке жатады. Жебе ұштарын жасауға қолданылған ұсақ тастар қалай аталады? Осы сұраққа жауап беріп көріңіздер. Микролит деп аталады. Ал мезолит кезінде қандай ежелгі қару түрлері ойлап табылды? Ол көз алдарыңызда. Ол әрине садақ пен жебе, ол әрине тастан жасалған пышақ және де бумеранг. Палеолиттен кейін 12-5 мыңжылдықтарды қамтитын қандай кезең болды? Мезолит. 13 мың жыл бұрын қандай климаттық ірі өзгеріс орын алды? Мұздықтардың еруі. 10 мың жыл бұрын мезолит тұсында қандай шаруашылық қалыптаса бастады? Терімшіліктен бөлініп, егіншілік қалыптасты. Қазақстандағы мезолит тұрақтары қанша, неге саны аз? Мезолит тұрақтарының саны 20, жаңа жоғарыда айтқандай. Ал саны аз болу себебі аңдар мен адамдардың көшіп қонуына байланысты. Енді келесі тас дәуірінің 3-ші кезеңі және соңғы кезеңдердің бірі ол неолит, яғни жаңа тас дәуірі біздің заманымызға дейінгі 5-ші, 3-ші мыңжылдықтарды қамтиды. Неолит кезінде қандай ірі өзгерістер болды? Ол тас өңдеудің ең жоғарғы деңгейіне жетіп дамуы
өткен болып тас дәуірінің үшінші кезеңі. Неолиттік төңкеріс орын алды. Оны қазір толығырақ төменде тағы да талдаймыз. Тұтынушы кәсіп пен өндіруші кәсіпке ауысу және қыш құмыралар заманы деп аталады неолит. Өйткені мұнда саз балшықтан қыш құмыралар жасай бастайды. Тоқыма ісі пайда болды. Қол диірмендер жасай бастады. Суреттен көрсеңіздер болады. Неолиттік төңкеріс тұтынушы шаруашылықтан өндірушіге өту деп аталды. Яғни тұтынушы шаруашылық яғни табиғаттан дайын азықты пайдалануға терімшілік пен аңшылық жатады. Терімшілік пен аңшылықты адамдар өздері өсірмейді, өздері өндірмейді десек болады. Яғни табиғат берген дайын өнімді пайдалануға тырысады. Терімшілікте жабайы дақылдарды, жабайы жемістерді ғана жеумен айналысса, аңшылықта көбіне жабайы аңдарды аулаумен ғана айналысады. Ал терімшіліктен егіншілікке өткенде адамдар жыл сайын егін егіп, одан астық жинап, сөйтіп жыл сайын сонымен қоректеніп отырады. Ал аңшылық кезінде мал өсіруге ауысады, сөйтіп адамдар жабайы жануарларды қолға үйретуге көшеді. Яғни қолға үйретілген жануарлар саны көбейеді, сөйтіп мал өсіру қалыптасады. Адамдар осылайша табиғатқа тікелей тәуелділіктен өздері өндіруші шаруашылыққа өтеді. Мезолитке қарағанда мұнда тұрақтар саны өте көп, 500 тұрақ. Солардың ішінде солтүстік Қазақстанда Пеньки, Железинка, шығыс Қазақстанда Усть-Нарым, орталық Қазақстанда Зеленая Балка, Қарағанды және оңтүстікте Қараөңгір мен Сексеуіл тұрақтары бар. Үш тас дәуірінің кезеңін салыстыратын болсақ, мына кестеде біз олардың хронологиясын, қанша тұрақ табылғанын және қай өңірде қандай тұрақтар бар екенін көре аламыз. Осы үш тұрақ ішінде, яғни үш тас дәуірінің кезеңдері ішінде ең ұзағы ол палеолит. Тас дәуірінің ішінде ең жоғары тас өңдеу технологиясы дамыған дәуір ол неолит. Осы үш кезеңнің ішінде адамдар алғаш рет егіншілікке өткен дәуір ол мезолит. Адамзаттың дамуы барысындағы ең ұзақ кезең тас дәуірі 2,5 миллион жылдан бастап 3 мың жылдыққа дейін қамтиды. Назарларыңызға рахмет.